Баршаңызға сәлем, сіздермен Нажиба. Бүгін мен сіздермен бірге осындай духовкада пісетін котлеттер дайындаймын. Алдымен тартылған етті ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Одан кейін бір пиязды турап блендермен езіп аламыз. Одан кейін картоп, сәбіз және сарымсақты да ұсақтап турап блендермен езіп аламыз. Негізі сәбіз бен картоп салмасаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша. Мен балаларға жасағандықтан одан да көп пайдалы болсын деп салдым. Одан кейін бір жұмыртқа, кептірілген нан ұнтағы, тұз, паприка, қызыл қара бұрыш, ұнталған зира және шашлыкке арналған дәмдеуішті саламыз. Және одан кейін жарты шай қасық ас содасын саламыз. 5-6 ас қасық сұйық майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Бетін пленкамен жауып 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Екі-үш сағат уақыт өткен соң холодильниктен аламыз. Өзіңіз қалаған формада жасап, формамызға тізіп шығамыз. Одан кейін беттеріне щеткамен сұйық май жағамыз. 200 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне котлеттеріміз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.